Биыл сонымен қатар бірінші лиганың да мәселесі ерте бастан шешілді. Көкшетаудың Оқжетпесі мен Жамбыл облысының Тараз командасы ерте бастан бірінші, екінші орындарды алды да премьер-лигаға жолдама алды. Сол қазақ футболына көптеген талантты футболшыларды берген, таланттардың ұстаханасына саналып кеткен Тараз футбол клубының бас бапкері Нұркен Мәзбаев бүгін овертайм бағдарламасының басты қонағы. Армысыздар, құрметті көрермендер, бүгінгі овертайм бағдарламасының қонағы қазақ футболының атаңызға айналған ойыншысы, сұрмерген шабуылшы, бүгінде бапкерлік биікті бағындырсам деп еңбек етіп жүрген Нұркен Мазбаев. Жалпы Нұркен Мазбаевтың ойыншы ретіндегі жеткен жетістігін, оның талантын, талабын футбол жанкүйерлері жақсы біледі деген сенімдеміз. Бүгінгі біздің әңгімеміз Нұркеннің бапкерлік қыры тұрғысында болады, сондықтан бізбен бірге болыңыздар, әңгіме, сұхбат қызық болады деген ойдамыз. Нұркен, мынау студиямызға келгеніңізге рахмет. Сізге бұл алғашқы сұрағымыз болсын. Бапкер ретінде міне қазір бір маусымды аяқтап отырсыз. Жалпы өзіңіздің жұмысыңызға көңіліңіз толады ма? Әрине, әр бапкердің көңілі аяғына шейін толмайды деп ойлаймын. Бірақтан біз анау міндет мақсатымызды орындадық. Ол біздің ойыншылар үлкен еңбек жасады. Олардың біздің бапкерлердің, басшылардың қойған мақсатына олар дұрыс қабылдап, дұрыс жұмыс істеп, өздерін кәсіби маман ретінде, кәсіби футболшы ретінде, адам ретінде барлық осы өткен маусымда үлкен еңбек жасады. Әрине, біз оларға үлкен рахмет айтамыз. Көңіліміз оларға деген әрине толады. Сондықтан аз ғанаға шүкір жасап, премьер-лигаға шыққанымызға қуаныштымыз. Жаңа өзіңіз айттыңыз, әрбір ойыннан кейін ойыншы кезімізде жаңа сәтсіздік болған кезде, тіпті 2 күн бойы үйден шықпай қоятын кездер болатын деп 2-3 күнде бе? Бапкер ретінде осындай жеңілген кездегі, жеңген кездегі осы бір эмоциялық көзқарастардың бір-бірімен салыстыруға келеді ме? Үлкен айырмашылық. Өйткені ойыншы кезде мүлдем басқаша ойланасың. Өйткені өзіне жауап бересің. Сүнгендегі ойын, өзің бапкер деген ол басқа мүлдем. Кейбір кезде жұмыс болғаннан кейін қатты сөздер болуы мүмкін. Сол кезде өз-өзін ұстап, сабырлыққа шақырасың. Сондықтан ойлаймын, барлық ұйымдастыру жұмысы, селекция жұмысы, жаттығу процесін дайындау, оның бәрі әрине мүлдем басқа, ойнағаннан басқа. Өзіңіз кезінде ойыншы ретінде талай бапкермен жұмыс жасадыңыз, талай бапкерден тәлім алдыңыз. Өзіңіз осы бапкерлік жұмысыңыз барысында сол бапкерлердің бір жасаған жұмысынан еске алатын сәттеріңіз болады ма? Тактика тұрғысында болсын, немесе бір қиын жағдай туындағанда осы бапкер қандай шешім қабылдап еді дегендей? Ойыншы ретінде біз көп оған көңіл бөлмейтінбіз. Біз жас болдық, ол кезде тек ойын бапкерлердің айтқанын істейтінбіз. Бірақтан кейін қараған кезде, енді әрине үлгі тұтар, бізге ұстаз бола білген бапкерлер көп, оны тізіп айтпай қояйын. Әрине есте қаларлықтай сондай бір ақылдарын берген кездері, сәттері болады. Сондай бір ойын кездегі дұрыс бағыт берген сәттер есте қалады, әрине, оны есте сақтайсың. Өзіңіз бапкер болып жүрсе қазір, бір әлемдік бапкерлердің бір ойыңызда қалған осындай бір жалынды сөзі бар ма? Цитата деп жатамыз ғой, бір еске алып отыратын, айтып отыратын. Сөздерде әрине бұл жерде көп. Мен Фергюсонның бір сөзін білем. Қанша жеңіске жетсең де өзгерме деп. Бұл жердегі оның философиясы адамгершілікті жоғалтпа дегені ғой. Қанша сен жеңіске келіп, қанша атағың шықса да, ол біздің қазақтың да сөздеріне келеді, ұлық болсаң кішік бол деген. Сондай сөздер келеді біріншіден. Кейінгі жастарға арасындағы әрине Пеп Гвардиоланың үлкен сондай жетістіктері бізді как-то соған тартады. Өйткені бізбен қатарлас, Зидан кейін кезде, өйткені Зиданмен түйде құрдас, екеуміздің туған күнімізді 2 күн. Сондықтан соларға қарап, арман бар ғой бізде де болашақта Лига чемпионовты ойнасақ деген
сондай командада жұмыс істесек деген. Жаңа қалжың бар. Трамп 70 жасында президент болды. Біз де 70 жасқа шейін біз де лига чемпионат ойнайтын шығармыз деген. Сол сияқты сондықтан мойынбаймыз, жұмыс істейміз. Біздің қазақ футболы дамып жатыр, өсіп жатыр. Әрине уақыт керек. Біз бәрін бірден осы 25 жылдың ішінде жақсарта алмаймыз. Әлі тағы біраз жылдар керек. Бірақ там ең бастамасы басталып жатыр. Кейінгі кезде Астанамыз үлкен дәрежеге жетіп жатыр. Сіздің ұлыңыздың да қазір өзіңіздің жолыңызды қуып, футболшы болып жүрген, шабуылшы болып жүргенін білеміз. Осы ұлыңызға ақылды көбіне бапкер ретінде айтасыз ба, әлде әке ретінде көп ақыл айтасыз ба? Балам бала кезден айналысады. Қазір сол біздегі футбольный центрдің ұжымында ойнап жүр. Біз енді бапкерлер болғаннан кейін, сыртта көп жүргеннен кейін өзім балаңа уақытын көп жетпейді. Үйде болғанда әрине ақылымызды айтып отырамыз. Ең бастысы мен ойлаймын, әрбір адамға, футболшы болсын, басқа спортта болсын, алдына мақсат қоя білу. Сол мақсаттың жолында адал еңбек істеу керек деймін. Футболдан басқа біліміңді, мектептегі біліміңді дамыт, жетілдір, кітап оқы деп көп әңгіме айтамын. Әрине, мен ойлаймын, ең басты мәселе сол алдына дұрыс мақсат қойып, сол мақсаттың жолында еңбек ету керек. И берілмеу керек, аяғына шейін бару керек. Ниеттің дұрыс болу керек та. Қалай болатыны енді уақыт тек қана көрсетеді. Сұхбатыңызға рахмет. Осы әңгіме барысында бапкерлік өмір туралы, бапкерлік қызмет туралы біздің көрермендеріміз көп ақпарат алды деген ойдамыз. Жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Міне Премьер-лигаға шығып отырсыздар. Бұйыртса осы бірінші лигадағы жетістігіңізді Премьер-лигада да қайталауыңызға тілектеспіз. Өзіңіздің ойыншы ретінде жеткен жетістігіңізді, ойыншы ретінде бағындырған белесіңізді бапкер ретінде де бағындырып, одан да биік шыңға шығады деген сенімдеміз, тілектеміз. Құрметті көрермендер, бізбен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Овертайм бағдарламасын қарай жүріңіздер.